Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығы, қолжазбалар сөйлейді бағдарламасы аясының жүргізушісі мен Әділәлі Жабықбайұлы. Бүгінгі біздің қонақта Қазақстанға танымал ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, этнограф Жамбыл Омарұлы Артықбаев. Жамбыл аға, қош келдіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Құдайға шүкір, ақырындап. Өзіңіз мынау баспа беттерінде, журналдарда көп жазып сызып жүрсіз. Еңбектеріңізді білеміз. Әсіресе осы қазақ тарихына, этнографиясына қатысты дүниелер. Сонымен бірлікте мынау біздің көбінде мынау өлкетану жағынан көп деген еңбектеніп жүрсіз. Мәселе мынау Қараөткелге байланысты. Қараөткел, осы Қараөткел дейміз, Қараөткел топониясының мәні неде? Осы туралы бір ойыңызды тарқатып, кеңінен бір айтып отырсаңыз. Рахмат. Мына карантиннің уақытында осылай шақырып, мен көңілімді аулап жатқандарыңыз үшін рахмат. Енді бір сынақ қой, бұдан да өтіп келе жатырмыз. Мен де кәсіби тарихшы болғанмен, өлкетануға аса қызығам. Жас кезімнен бастап қызығушылығым көп еді. Әкем шежіре адам еді. Бала кезден сол ауылдың маңайындағы тарихи орындарды әке айтып отыратын, басқа қариялар айтып отыратын. Одан Қарағанды университетінде қызмет жасадым. Ол жерде де сол Қарағанды өлкесінің өлкетануымен айналыстым енді. Елдің қоныстануы, жердің тарихы деген сияқты көптеген мақалалар ол кезде жаздым. Қарағандының халқы да рахмат сыйлайды, әлі күнге дейін сол еңбектерімді біледі, шақырып отырады. Одан кейін 5 жыл Павлодар университетінде қызмет жасадым. Енді Павлодардың, әсіресе ертістің бойы, Кереку ертістің бойы түгел аралап шықтым. Ол жерде бірсыпыра кітаптар да шығардым, бірсыпыра мақалалар жарияладым. Өлкетанумен тығыз араластым. Енді мына кәсіби жұмысым ол бір бөлек, өлкетану бір бөлек. Екеуін бір-бірімен әдемі ұштастырсаңыз, жақсы нәтиже шығады. Енді өзіміздің еліміздің астанасына 2008 жылдың соңында келдік. Содан бастап осы жердің тарихына қызығып, зерттей бастадық. Қазақта сөз бар ғой, кімнің жерін жерлесең, соның суын сула дейді. Осы жерге тамыр байлағаннан кейін, балаларымыз осы жерде болғаннан кейін, неге осы жақты зерттемеске, неге терең білмеске? Қызық қой енді, шын айтқанда. Ол мен тарихшы да емес, кәдімгі азамат есебінде қызық та. Мен мына қаланың аты қай заманда қалай өзгерді екен деген сияқты. Әрбір осы Астанада қазір миллионнан аса адам бар ғой. Енді туған жері ғой, балаларының туған жері, өзінің туған жері болмаса да. Өркендеп жатырмыз. Сырттан бір қонақтары келіп жатады. Мынау қаланың тарихы жөнінде айтып бер десе, бір ауыз айтатын әңгімесі болу керек қой. Сол емес пе? Соны мен кәсіби тарихшы есебінде соларға бір ауыздарына сөз салғаным бір жағынан. Енді мына Қараөткелді сұрап отырсыз. Қараөткелдің тарихы мыңдаған жылдардың ар жағына қарай кетіп қалады. Кейде бір алып қашпа әңгіме болады, ол пәленше батырдың заманында осы жерден өткен екен деген сияқты, содан Қараөткелді танып кеткен деген сияқты. Я болмаса Бөгенбай батыр өлген уақытында Түркістанға Әзірет Сұлтанға жерлеген ғой, сонда апара жатқан уақытында осы жерден өтіп, содан Қаралы өткел деп атаған екен деген сияқты бір. Енді ол елдің өзі халықтық бір сондай бір түсініктер енді өздеріне белгілі бір тұлғаларға байлап қояды. Шын мәнінде Бөгенбай заманында бұл Қараөткел дүркіреп тұрған Қараөткел. Ал енді мына осы кезінде осы жерде орыс тілді тарихшылар болды. Орыс тілді өлкетанушылар болды. Дубицкий деген болды. Ол бірсыпыра еңбектер жазды осы қаланың тарихына қатысты. Сонда жаңа Қараөткелді ол сонда бір қауіпті өткел. Сонда бір қорқынышты өткел түрінде сипаттайды да. Өйткені өзінше орысша аударады ғой. Черный брод. Ол черный деген уақытында, қара деген уақытында оның басында бірден жаңа жерде бір қорқыныш, сондай бірдемелер пайда болады ау деймін, орыс адамдарының. Содан ол бұл жер қатерлі өткел сияқты сөйтіп суреттеген екен. Қазақ деген халық қара деген сөзге жаман мағына бермейді. Қара құрамал дейді мәселен. Көп мал жайылып жүрсе, мысалы ақсақалдар қара құрамалы бар екен ғой мынаның деп жаман сөйтіп жатады. Я мысалы мынау жақсы азаматтар қара көктің тұқымы екен ғой дейді жаңағы жерде. Ол тұқымы бір шынжыр балақ мықты жақсы тұқым деген сөз жаңағы жерде. Сосын мына үлкен өткел болған.
бұның өзі есілдің осы дәл қазіргі уақытта қай жерде десеңіз, мына Кенесары көшесі басталатын тұс бар ғой, есілден басталады, қарап отырсаңыз, кейін келіп мына Абылай хан көшесіне жалғасып кетеді ғой. Сол көшенің басталатын жерінде есілдің бір 100 метрден үлкендеу ені тастақ жер болған. Оның судың тереңдігі адамның тізесінен сәл ғана асады. Неге ондай өткелдерді ел есіне сақтап отырады? Өйткені мына үлкен керуендер 1000 түйемен, 2000 түйемен, 3000 түйемен жүреді. Мәселен, керуен басы болсаңыз, сіз неғұрлым тауарды көбірек алып, көбірек жүргеніңіз жақсы да, жаңағы жерде. Сосын оның ішінде неше түрлі арбалары, енді ауыр жаңағы жерде араба тұрады дейді, солар жүреді. Сонда жаңағы өткеліңіз шағын болып, асты жұмсақ болатын болса, езіліп жаңағы жерде сіз 1000-2000 түйемен емес, 10 түйемен өз болмай қаласыз жаңағы жерде. Сондықтан да қатқақ, жақсы, табаны тасты өткелдерді іздейсіз. Сондай осы есілдің бойындағы өткелдің бірі осы Қараөткел, негізгі өткелдің бірі. Сондықтан ерте заманнан бері бұл жерде сауда қызып жатады. Өйткені мына өткелге мына солтүстік жақтан, анау Астраханнан, Қазаннан, мына Сібірден сауда керуендері келеді. Мына Сібірде аң терісі деген бар ғой, аң терісі деген. Ақшаның алтын орнына жүрген ғой. Алтын орны. Ресейдің өзі, орыстың өзі Сібірді басып алуының өзіне негізгі мотив, себеп аң терісі болған. Тауар айырбасы. Мыңдаған жылдар бойы Сібірдің аң терісі деген керемет қадірлі болған екен. Мына шығыстың енді жағдайы жақсы елдері, хан сұлтандары, орта таптың өкілдері аң терісін осы жақтан алып отырған. Ал енді ол сауданың бәрі осы жермен жүреді. Енді Астрахан деген батысқа шығатын қақпа болған кезінде. Әлі күнге дейін Астраханда мына Индиядан көшіп келген адамдардың, саудагерлердің тұқымдары тұрады. Мен алдыңғы жылы барып, солармен араластым, сөйлестім. Аталарымыз Үндістаннан келген дейді кезінде дейді. Сауда жасап Астраханға. Міне Қазан енді онсыз да білесіз. Татарстанның астанасы. Соғалылардан келеді. Мына жақтан Қашқариядан келеді. Бұхарадан келеді. Өзіміздің Түркістаннан келеді сауда керуендері. Енді мәселен, Бұхарадан келе жатқан керуен алғашқы бетте жоспарлайды, мына керуен басы. Мен Астраханға барам дейді. Енді тауарымды сол жаққа барып, айырбастап Астраханнан бағытпен келе жатады ғой. Бірақ енді мына Қараөткелге келген уақытында бұлар Астраханнан керуенін кездестіріп қалады. Мына жерге келіп қалған. Сол жағынан келіп қалған. Ана жаққа барудың қажеті не? Осы жерде саудасын жасап айырбастап. Былайша айтқанда бір 9 жолдың торабы сияқты болды ғой. 9 жолдың торабы, 9 жолдың және мыңдаған жылдар бойы. Мыңдаған жылдар бойы 9 жолдың торабы болған жоқ. Өйткені өткел, енді қазіргі заманда енді көпір дейміз ғой, сол негізгі өткел осы жерде болған. Мына қалаңыз мыңдаған жылдар бұрын салынған. Мына қалаңыз. Мына ана жақтан оңтүстіктен келе жатқан керуен ана Бытығай деген жерге бір тоқтайды. Бытығай дегеніңіз бұл мына кәдімгі Қорғалжыныңыз бұрынғы Бытығай қаласы. Сол жерге бір тоқтайды, арба саймандарын бір жөнде болады, аттарын бір демалтып алады деген сияқты түйелерін. Сөйтіп осы жерге келеді дағы өзеннен, Қараөткелден өтіп барып, мына жерге Қостыге бастайды. Енді жағдайы бар адамдар, көпестер жиналған уақытында жақсы бір құрылыстар салғысы келеді. Қай заманда болмасын, адам жағдайына қарай өзіне бір жақсы жағдай туғызғысы келеді, қалтасының мүмкіндігіне қарай. Содан ең алғашқы құрылыс бұл жерде Керуен-сарай деген болған. Керуен-сарай. Мысалы, сіз көпес кеп қалдыңыз. Бір-екі көпес кеп қалды. Енді бір ақшаны бір қаражатты салып жіберіп, Қоста жатамыз ба? Дұрыс бір ғимарат соғайық өзімізге, Керуен-сарай соғайық. Деп келсек дағы жаңа жерде 5-6 жақсы жағдайы бар азаматтар сөйтіп Керуен-сарай салады. Ол Керуен-сарайыңыз бүгінгі күні Сине Темпора деп аталады. Ана қаланың орталығына барсаңыз, Конгресс холлға қарсы Сине Темпора деген тұр. Совет заманында ол жерде ЦУМ деген дүкен болды. ЦУМ деген. Ал енді ЦУМның ар жағына қарасам, орыс заманында ол гостиничный двор деп аталған екен. Гостиничный двор деген сөз жаңа Керуен-сарайдың аудармасы. Яғни келген жаңа саудагер адамдар жаңа дүниелерін сол жерге түсіреді. Сол жерде дүкендері болады. Сол жерде қонақ үйлері болады. Жайдан жай гостиница. Соны кейін ең соңғы соған иелік жасаған адам осы
Ақмоланың Қараөткелдің ең күшті саудагері Қосшығұлов дегендер болған. Байгөп Қосшығұлов деген. Байгөп Қосшығұлов жаңағы 80 дүкен бар екен, соның жартысына иелік жасаған. Жаңағы керуен сарайдағы. Керуен сарайдың алдында үлкен араб әрпімен кәдімгі жадид қазақша араб тілімен жазылған Қосшығұлов және оның компаниясы деген үлкен жарнама тұрған. Оның суреті бар әлі күнге дейін. Бар. Бар, оның суреті бар. Енді кейін келе орыс билігіне көштік. Орыс тоқтатуға күшіміз жетпеді, Ресейді тоқтатуға. Содан бұл Ақмола атанды. Бұның енді тарихын бір жеке баяндайын. Одан кейін Ақмола болып жүрдік біраз уақыт. Одан кейін Совет үкіметі орнады. Хрущевтің заманында мына Қазақстанның солтүстігіндегі 5 облысты бөліп Целинкрай деген жасаймыз деген бір идея болды. Целинкрай жасаймыз. Содан мына қала соның орталығы болмақ Мәскеудің жоспары бойынша. Сөйтіп бұл қаланы Ақмоланы Целиноград деп өзгертті. Целиноград. Қазақстанды талқан қылып жаңағы бөліп болмақ болған ғой. Мына 5 облыс Ресейге кетеді, қалғаны жақта қалады, оңтүстікте шағын. Аймақ қылып жүрмек болған ғой, аймақтарға қосып. Алғашқы беттегі жоспарлар солай еді. Содан кейін Алла бұйыртып көз жасымызға киіп қазақтың тәуелсіздігімізді алдық. Одан ең бірінші Ақмола атын қайтып алды, одан Астана атын қайтып алды. Енді былтырғы жылы Нұрсұлтан атына көштік. Бұл қала бірақ түпкі атауы бұл жердің Қараөткел. Міне жаңағы сұрағыңызға. Керемет. Мынау Қараөткел туралы біраз тың дерек көздер, керемет бір материалдар алып жатырмыз. Мынау мыңжылдықтар бойы Қараөткелдің бағана айтып отырсыз, мыңжылдық тарихия дейсіз. Анау мыңжылдықтар бойынан бүгінгі келіп жеткен мына дерек көздер керемет дүние екен. Осы бізді мынау ұлттық орталығымыз, қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталық қазір осы көрме залымызда тұрмыз. Енді кез келген бір ұлттың өзінің тарихы, этнографиясы болады. Сол тұрғыдан осы Қараөткелге байланысты қандай тың дерек көздері немесе бір сирек кітаптар бар біздің осы туралы айтып отырсаңыз. Қараөткел тарихымен айналысқан өлкетанушылар қай заманда да болды. Солардың ішінен бір ерекше әлі зерттей түсетін бір тақырып бар. Ол мына Қараөткел болғанда бұл жер енді айтып отырмын ғой. Совет заман, көне заманда Қараөткел болды дедім. Одан кейін Ақмола атанды дедім. Ақмола атануына сәл ғана тоқтала кетейін. Бұл сұрағыңызға байланысты. Мына орыс билігі орнаған уақытында бұл жерде атақты Сәмеке ханның немересі Қоңырқұлжа деген сұлтан болды. Осы жерге иелік етіп тұрды да. Оның Сароба деген жер бар, осы жерде көл бар, Сароба көлі. Сол жерге жайлайтын. Бір жақ шеті өзі Түркістанға дейін барады, туған туысқандары. Сәмеке хан өзі кезінде Түркістанда билік жасаған қазақтың ұлы хандарының бірі болған. Бір шеті мына Тайтөбе деген жер болатын, жаңағы Сәмекеден туған жаңағы немересі Қоңырқұлжаның. Мына жердегі сауда керуендерінің пайдасы жаңағы Қоңырқұлжаның қалтасына түсіп отыратын, ордасына түсіп отыратын. Өйткені әрбір осы жерге тоқтаған керуен, жаңағы керуен салығы деген болады. Сол керуен салығын беріп отырады. Жердің иесі елдің иесіне беріп отырады. Сөйтіп мына орыстар келді, енді амал жоқ, бағынды орысқа. Кенесары көтеріліп соғысып көріп еді, ол болмады. Содан кейін енді Қоңырқұлжалар мойындады орыс үкіметін. Осы жерден округ ашылу керек болды. Округ, дуан. Соның орталығы қай жер болады деген уақытында орыстар 1830 жылы осы жерді таңдайды. Шубин деген подполковник келіп. Осы Қараөткелден ашайық орталықты, өйткені бұл жерде керемет сауда жүріп жатыр екен. Бұл жерде керемет өткел бар екен деп қолайлы деп. Бірақ Қоңырқұлжа қарсы болады. Өйткені саудадан түсетін пайдасын айырылып қалайын деп тұрған, бас салықтарынан айырылып тұр. Содан сендер Тайтөбеден салыңдар дейді. Округтың орталығын. Тайтөбе деген осы жерден 30 шақырым, 25 шақырым жер. Қосшының ар жағында Тайтөбе. Тайтөбе деген сөздің мағынасын қарасам, бұл ғажап екен ғой. Тайтөбе деген, тай деген сөз мына моңғол ескі қазақ тілдерінде бұл қарауыл қарайтын жер деген ұғымды білдіреді екен. Қарауылға арналған үй дегенді білдіреді екен. Сонда Тайтөбе деген сөзіңіз бұл ғұн заманында Тайтөбе.
қарауыл қарайтын төбе. Қара. Қарауыл қарайтын төбе. Ар жағыңызда теп тегіс дала, өзі бүкіл тегіс даланың ортасында тұрған өзі бір төбе. Оны Тайтөбенің басында тұрып, осы мына Қараөткелді де көре аласыз. Анау бірсыпыра жерді көресіз өзі. Сол қызық Тайтөбе. Және ғұн дәуірінде сондай үлкен бір қарауыл қарайтын жаңағы мұнараның жанында, өзі мұнараның орны тұр әлі. Үлкен бір күмбез болған, қасиетті өздерінің күмбезі, соны Ақмола деп атаған. Екі құрылыстың орны әлі де жатыр басында. Соңғы кезде әлі де біреулер жаңа жерде шұқылап бүйтіп мазасын кетіріп жүр Тайтөбенің. Шын мәнінде жаңағыдай құрылыстың орындары әлі де жатыр. Содан енді Ақмола деп Ақмолада ашты округты. Бірақ кейін ана жерден қазақтармен конфликттер көп болды жергілікті елменен. Мына жерге көшіп келді. Сонда жаңа атау да көшіп келді, Ақмола атауы осы жерге. Осы Ақмола атауы округтың атауы болды. Бекініс салынды осы жерге. Кейін Ақмола уезі құрылды. 1868 жылы Ақмола округінің орнына. Сол уездің алғашқы басшыларының біреуі Владимир Карлович фон Герн деген кісі болды. Бұл неміс, мына Кенигсберг жақтың немісі болатын фон Герн. Енді аталарынан бері орысқа қызмет, Ресейге қызмет жасаған адам, қазақ тілін өте жақсы білген адам. Сол кісі осы жақтың енді өзі уездің начальнигі деген енді қазіргі облыстың әкімі деңгейінде ғой. Бірақ сол мен әкім болып кеттім деп кеуделенбей, қазақтың қарапайым тіршілігін зерттеген адам. Характер и нравы казахов деген кітабы бар. Қазақтың мінезі мен салт дәстүрі ғой, өзін-өзі көркем мінезі. Сосын қазақтың 500 мақал мәтелін жинап, және крылатые слова дейді, қанат сөздерін жинап, соның әрбіреуіне түсініктеме берген. Мәселен, мұндай сөзді айтады, мұндай бір мақал айтады. Ит жоқта шошқа үреді қораға дейсіз да сіздер. Би жоқта құл жүреді жораға. Ол айтады, ит жоқта шошқа үреді емес, шошқа кіреді қораға дейді. Би жоқта құл жүреді жораға дейді. Сөйтіп келтіреді, оның орысша аудармасын береді. Сосын бұл жерде қазақ не айтқысы келіп тұр дейді. Мына ертедегі текті билердің барлығы кетіп, олардың орнына билікті білмейтін, жеті жарғыны білмейтін, неше түрлі бір қара дүрсін адамдар келді. Соларға қарата айтады мынаны қазақтар деп, әрбір 500 мақалға жаңағыдай түсініктеме береді. Сосын осы маңайдағы көптеген тарихи орындарға, әсіресе Ақмола, ол кезде Ақмола уезінің бір шеті мына Шу, Сарысуды бойлап Шуға дейін баратын жер ғой, Түркістанға дейін жақындап қалады. Сол жерге дейінгі ескерткіштерді сипаттап кетеді. Әсіресе анау енді Шудың төменгі жағындағы атақты Таңбал жар ескерткіштері сияқты ескерткіштерге. Одан кейін тағы да бір айтатын дүние, мына Кузнецов пен Бекхожин дегендер болды. Кузнецов осы жерде қызмет жасады, дәрігер болды. Бекхожин аудармашы болды. Бекхожин қазақ өзі. Бірақ алғашқы фотоаппаратпен түсірген қазақтардың біреуі. Олардың жазбалары бар, олардың да неше түрлі осы. Енді өлкетанушының жұмысын барлығын атқарған. Біреу тілмаш болып отыр, біреу дәрігер болып отыр. Бірақ ана туған жерге қызығып, сонау оңтүстікке дейін олар да саяхат жасап, көп дүние жасаған. Олардың қағаздары Ташкентте, Өзбекстан архивінде жатыр. Одан кейін жаңа Дубицкий сияқты совет заманда өлкетанушылар болды. Бірақ енді ол кезде бұлар совет заманда тілді менсінбей қойды ғой. Қазақ тілін мойындамай қойды. Мына революцияға дейінгі уақытта қазақ тілін бірден үйренуші еді келгені. Ешкім міндеттемейтін. Фон Герндер қазақ уезін басқарып отырғаннан кейін өзінен өзі үйреніп алушы еді. А совет заманында бізге тілдің керегі жоқ, орыс тіліне көшесіңдер деді дағы. Сонымен жаңа Дубицкийлердің жазған бірсыпыра дүниелері бар. Бірақ ана тіл білмегендіктен ылғи ақсап қалады. Бір дұрыс түсіндіреді. Жаңа Қараөткелдің өзін, ой, керемет жаман өткел болған, жерден ұры қары, осы жерде керуендер тонап, содан Қараөткел атанған дейтін бір қисық түсініктемені беріп қойған. Содан кейін ақ, ой, кітап емес қой дейсің да қалады. Одан кейін мына совет заманда 70-80 жылдары Клара Әмірқызы деген бір апайымыз болды. Өзі атбасарлық еді. Көп жұмыс жасады. Осы Ақмола төңірегіне қатысты. Әсіресе маған бір ұнайтын дүниесі, елдің аузында жүрген дүниелердің бәрін жинай берген ол кісі. Сондай марқұм, сондай еңбекқор адам болған. Атбасардағы Ілияс Есенберлин музейін ұйымдастырып кеткен сол кісі.
мына Астананың іргесінде Күйгенжар деген жерде Әз Тәуке ханның ордасы бар деп сол кісі жазып кеткен, үлкендер айтады деп. Мен сол орданы таптым 2012 жылы. Орданың орны әлі де тұр екен, Әз Тәуке ханның. Сол апайымыз үлкен еңбек сіңірді, ол кісіні ерекше атап кету керек. Одан кейін сол шаруаны Баянбай Құсайынұлы деген бір ағайымыз жүргізіп жүреді. Енді бұрын КПСС тарихымен айналысқанда, бірақ енді өлкө тарихына қызығып, енді осы жақтың адамы екен, ол кісі қайтыс болып кетті. Ол бір кітапхана шығарып, шағын мақалалармен экспедиция жасап осы жерде 90-шы жылдар бір серпіліс болды ғой сол уақытта. Тарих, өлкетанудың тарихы осындай жағдайда. Ал енді сіздің орталықтарыңыз бұл бағытта жұмыс жасайын десе толып жатқан жұмыс бар алдында. Аға, мынау қазір бағана бір өз сөзіңізді айтып қалдыңыз. Мынау өлкө тану туралы керемет бір өзіңіз мынау осы елдің мемлекет құрушы ұлт өз саналыңызбен, өз азаматтығыңызбен осы қараөткел тану мәселесінде өзіңіз саналыңызбен келіп отырсыз ғой. Бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз, тарихшы болу үшін өлкө танушы болу керек деп. Осы сөзіңізді қысқа да нұсқа бір ойыңыз. Бізде тарихты зерттеудің екі жолы бар дейміз. Бір дедукциялы жол дейміз. Ол үстінен қарайды тарихты. Мысалы Гумилев сияқты зерттеушілер. Олар кәдімгідей мына самолеттің биіктігінен, сондай бір ұшақтың биіктігінен қарайды. Жүздеген халықтар жаңа құмырсқаның илеуіндей жыбыр жер бетінде тіршілік жасап жатады. Соны үстінен дедукция дейді. Индукция дейді. Бұл төменнен аздан жоғарыға қарай көтерілу, аздан көтерілу жоғарыға. Тарихтың бір сегментін зерттеп аласыз, бір бөлігін, одан кейін оны кеңейтесіз, тереңдейсіз деген сияқты. Сөйтіп барып индукция жолымен тарихты жасайсыз. Мына өлкетану жаңағы тарихты қабылдауға мүмкіндік береді. Өйткені сіздің ол жан-жағыңыздағы тарих. Ол сіздің жаныңыздағы қарияның аузымен айтылып жатқан тарих. Ол кәдімгі шежіре арқылы айтылып жатқан тарих. Сондықтан да өлкетануды білсеңіз, өлкетануды дұрыс алып жүрсеңіз, сізден жақсы кәсіби тарихшы шығады. Өйткені бұл ана тамыр жүйесі да. Сондықтан да өлкетануды білмей жақсы тарихшы болып шығамын деу ол бос сөз. Ал енді өлкетануды неғұрлым көбірек білсеңіз, ескерткіштерді көбірек танысаңыз, оларды кәдімгідей барып көріп, жаңағы өз көзіңізбен көріп, қолыңызбен ұстасаңыз, сіз тарихты сезінесіз. Тарихтың сізге есігі ашылады. Ал енді сіз жаңағы дедукцияменен, я болмаса сырттан, алыстан көріп, я болмаса біреудің кітабы арқылы ғана біліп, оны бірдеме айтқан ол болмайды. Мәселен, Алаша хан, Жошы хан ескерткіштері сияқты бір керемет ескерткіштер бар. Солар жөнінде мен ана жылдары Сұлтанов деген ғалыммен, Санкт-Петербургта Сұлтанов деген ғалыммен кәдімгі дастархан басында дауласып қалдық. Екеуміз бір командировкада кездесіп қалдық. Ол шығыс танушы, жақсы, шығыстың деректерін өте жақсы білетін ғалым. Ол айтады, Жошы ханның ескерткіші дейді, ана ертістің бойында болуға тиіс. Өйткені Рашид ад-Дин Пәленше деген еңбегінде Жәми ат-Тауарихта Шыңғыс хан мен ренжіскеннен кейін Жошы ертістің бойына келді деп айтқан. Сонда келді деп айтқан дейді. Мен айтамын, Жошы ханның ескерткіші күмбезі бізде Ұлытау деген жерде тұр. Орталық Қазақстанда. Мен өзім көзіммен көріп, қолыммен ұстаған ескерткішім ол дейді. Ол жоқ, ана жазба деректе солай деген дейді. Мен айтамын, сіз білмейді екенсіз, қазақ даласында үлкен өзендер көп емес. Біздің солтүстігімізде Ертіс, оңтүстігімізде Сырдария. Картаға түсетін екі өзен осы. Негізгі географиялық ориентир осы екеуі. Сондықтан да Рашид ад-Дин ол Ұлытауға жерде, анауға жерде білмейді, ол ертісті біледі. Сондықтан ертістің бойына кетті деп айта салады. Көрдіңіз бе? Деп. Сол жерде ол ана өлкетануды білмегендіктен, бұл ескерткіштерді көрмегендіктен, бірақ сол кезең жөнінде жазады. Енді келіп көруге болады ғой? Әрине. Болады ғой. Сөйтіп ол ертістің бойында деп тұр. Аға, рахмет, керемет бір құнды дерек көздер келтіріп отырсыз. Мынау алдыда біздің мынау қала күні Астана қаланың құрылған кезде мынау керемет бір тарихи дерек көз екен. Аға, болашақта осы қараөткел тану бір ғылым қолға алу жоспарыңыз бар ма? Бұны жоспарлау керек. Қараөткел тану, осы қала тану, Астана тану деп, Астана қаламыз ғой, бас қаламыз ғой.
Сондықтан Осыдан қысқаша бір жоспар жасасақ, осы сіздермен бірігіп, сіздердің орталықтарыңызбен. Өйткені сіздердің орталықтарыңызда қазір бірсыпыра құнды деректер жиналып қалды. Енді осы құнды деректерді сөйлету үшін сіздерге бір өлкетанушылық жұмыс жақсы болар еді да. Жаңағы қағаз сөйлету үшін. Сонда сіздерді адамды көбірек тартар едіңіздер. Енді мына совет заманда бір өлкетанушылар осы Қараөткел, кәдімгі Нұрсұлтан, Астанада өзеннің жағасы бір қопарылып түскен уақытында жардан мынандай құбырдың сынығын тауып алыпты. Құбыр кәдімгідей кәріз жүйесі дейміз бе, сөйтіп айтады ғой, құбыр. Ол деген орта ғасырлық қалалық мәдениеттің бір көрінісі. Жаңа құбырдың сынығы дегеніңіз. Енді қазіргі күні кез келген жерде бар, ал орта ғасырлық қалаларда біздің оңтүстікте бар. Яғни жаңағындай дүниелер бізде әлі де бар деген сөз. Сосын Астананың құрылысы қауырт жүрді. Көп жерде мына құрылысшылар өздерінің әлгі енді тапсырыстары бар, анау бар, тапқан нәрселерін көрсетпейді қойды. Естеріңізде болсын. Құрылыс компаниясы айтады, бірдеме енді экскаватормен қазып жатыр. Экскаватормен қазып жатыр, бірдеме тауып алды. Енді келіп тұрып ана тарихшылар шақырайын десе, тарихшылар зерттеу керек, археологтар зерттеу керек, ана жұмыс тоқтап қалады. Жұмыс тоқтатпау керек. Жұмыс тоқтатпау керек, сонымен олар бір жерге тығып сөйтіп та тастаған оқиғалар бар, әңгімелер бар. Қаланың дәл ортасында бірнеше қорғандар сөйтіп трактордың астында қалып қойды, жаңағы үйлердің астында қалып қойды. Сондықтан да Қараөткел тарихы деген бұл шет жоқ, шек жоқ тарих. Және орта ғасырлық үлкен өркениетке алып баратын тарих. Егер де сіздердің орталықтарыңыз осы мына сирек кездесетін кітаптар, қолжазбалар барлығы осы жерге жиналып жатыр ғой, талай дерек бар. Осы кітаптардың өзінде біраз деректер бар. Осыны жаңағыдай өлкетанушылық, археологиялық, этнографиялық жұмыстармен араластырсақ, соған бұған жер су атаулары жөніндегі жаңа деректерді қоссақ, аңыздық деректерді қоссақ, шежірелік деректерді қоссақ, бір әдемі дүние болады. Оны цикл-циклмен жүргізіп отырайық. Мәселен, Қараөткелден бастайық, жаңа өзіміз қаланың ішіне кіріп жатыр ғой, Тайтөбеңізді қосайық, жаңа сол емес пе? Бұл жерде Сарыобаңызды қосайық. Сарыобаның басында үлкен Сақ дәуірінің үлкен қорғандары тұр. Неге қоспасқа? Мына күйген жерде Әз Тәуке ханның ордасы, жазғы ордасы тұр. Неге оны қоспасқа? Үстіп осы Астана, осы қаламыздың төңірегіндегі ескерткіштердің барлығын кәдімгідей ерекше материалын осы жерге жинайық. Видео, сіздерде мына сирек кітаптар мен қолжазбалар қорының жанында және видео қор болса әдемі болар еді. Соны келген адамдарыңызға да көрсетіп отырасыздар. Кәдімгідей орталықтарыңызға да бір тартымды әдемі жұмыс болар еді. Жамбыл аға, біздің мына ұлттық орталыққа айтар тілегіңіз қандай тілек? Енді тілектерді хабардың барысында айтып жатырмын ғой. Ғалымдармен көбірек араласып отырсыңыздар. Өзі ғалым, қашанда өзі пайғамбарымыздың өзі ғалымды ерекше көрген ғой енді. Ғылымды ерекше көрген. Сондықтан да сіздерді осы ғалымдармен қоян қолтық жұмыс істесеңіздер, жұмыстарыңыз нәтижелі болмақ. Мына карантиннен шығып келе жатырмыз. Алла елімізге аманшылық берсін, жақсылық берсін. Өздеріңіздің жұмыстарыңызға үлкен табыс берсін. Осындай мәслихаттарымыз, сұхбаттарымыз көбейе берсін. Рахмет Жамбыл аға. Осындай алтын уақытыңызды бөліп, біздің ұлттық орталығымыздың мынау қолжазбалары сөйлейді бағдарламасы аясында келіп, құнды дерек көздерімен бөліскеніңізге көп рахмет. Бүгінгі біздің қолжазбалар сөйлейді бағдарламасының қадірменді қонағы, Қазақстанға танымал ғалым, тарих ғылымдарының докторы, профессор, этнограф Жамбыл Омарұлы Артықбаев ағамыз. Көп рахмет сізге. Аман сау болыңыздар. Құрметті достар, біздің ұлттық орталығымыздың көрме залына келіңіздер, көріңіздер, бағасын беріңіздер.